Сәлем достар. Қазір біз сіздермен геометриядан 10-шы сыныптың 491 жиынтық бағалауының есептен шығарып көреміз. Сәлем достар. Бізге мынандай есеп берілген екен. Екі вектор берілген. Екі вектордың ұзындығы. Яғни А векторы және В векторы. Мысалы. Мынау 3, мынау 2 керісінше. Арасындағы бұрыш берілген екен 60 градус деп. Енді қарап отырсаңыздар, және енді табыңыз дейді. Бұл жердегі ен деген не нәрсе екені айтылмаған сұрақ. Ол бірлік вектор ма? Жоқ әлде ол нормаль ма? Нормаль вектор ма? Соны нақтылау керек болатын. Яғни бұл жердегі есеп толық емес. Нақты айтайық. Есептің мына жерде берілгенінде шартында толық емес көрсетілген. Сондықтан бұл жерді мұғалім түзету керек. Келесі есепте үшбұрыштың төбелері берілген. Жарайды, үшбұрыш төбелері берілген. Қарастырып көрейік. А-ның нүктелері 0, 1, -1 дейді. Схемалық түрде біз сала беруіміз керек. Бұл біздің есеп масштабы сақталмаған, яғни біз өзімізге ыңғайлы етіп шығаруымызға болады. Міне. СА және векторының координатын тапты. СА векторы. СА вектор десек, ол мынау. Енді вектордың екі нүкте арқылы жасалған вектордың координатын табу үшін біз мына ұшынан басына азайтамыз. Вектордың координатын тікінен жасауға міне. Ұшынан 0-ден 3-ті аламыз -3. 1-ден 1-ді алсақ 0. Және -1-ден 0-ді алсақ -1. Демек, СА векторының координаты -3, 0, -1. Екінші, СВ векторының координатын табыңыздар деп. СВ вектор десек, ол мынау, онда сәйкесінше В-дан С-нікін азайтамыз. 1-ден 3-ті алсақ -2, -1, азайту 1, -2, -2, 0, -2. Демек, СВ векторының координаталары осы. Бұл бірінші. Сонымен біз мына балымызды алдық дейік. Келесі, бұрыш АЦВ бұрышының косинусын табыңдар дейді. Яғни АЦВ бұрышының косинусын тап. АЦВ, яғни мына бұрыштың косинусын тап дейді. Косинусын табу керек. Яғни косинус АЦВ дейді. Енді бұл қиын емес. Біз бұл жерде мына ережені білетін болсақ болды. А вектор көбейту В векторы тең модуль А көбейту модуль В көбейтілген косинус екеуінің арасындағы бұрыш, жаңа С бұрышы дейсілер шыміне. Мынау А векторы болсын, мынау В векторы болсын дейсілер. Сол кезде бізге мына векторлардың ұзындықтары керек болады. Демек, СА-ның ұзындығы керек болады. СА векторының ұзындығы дегеніміз, ол мына әрбір координаталарының квадраттары. -3-дің квадраты, қосылған 0-дің квадраты, қосылған -1-дің квадраты. Демек, 9-ға 1-ді қосамыз, түбір асты 10. Мынауымыз түбір асты 10. СВ-ның ұзындығын тауып аламыз. Себебі мында бізге СВ деп отыру А, мынау Б деген сияқты. -4, -2-ның квадраты, қосылған -2-ның квадраты, қосылған -2-ның квадраты. Нәтижесінде не шығады? 4, 4, 4, 3-4-дің 12. 3-4-дің 12, ол 2 түбір асты 3 дей салуға болады. Енді бізге косинусын тап деді. Демек, мына жерге апарып қоямыз. Сонымен, енді бізге мынау да керек. Бұл деген сөз, мынау скалярлық көбейтінді вектордың. Тағы да бір скалярлық көбейтіндісі бар. Егерде А векторының координаталары x, y болса, x1, y1. В векторының координаталары x2, y2 болса, онда тағы да бір скалярлық көбейтіндінің түрі мынадай да бар. Мынау басқа формула, мынау басқа формула. X-терін көбейтеміз, қосу Y-терін көбейтеміз. Осы ережеге сәйкес, енді біз мына СА векторы мен СВ векторлерінің скалярлық көбейтісін жазамыз. Скалярлық көбейтісі -3, 0, -1 көбейтілген -2, -2, -2. Сәйкес координаттарын көбейтіп қосамыз. -3-ке -2 көбейтсек 6, қосылған 0 болады, 0-ге -2 көбейтсек қосылған болады, себебі минусқа минус өтеміз. 2 тең 8. Демек, міне,
Енді мына формулаға апарып қоямыз. Демек бізде скалярлық көбейтінің орнына 8-ді қоямыз. Тең дейміз модульдары. Модуль 10 көбейтілген 2 түбір асты 3 көбейтілген косинус жаңағы біздің іздеп жатқан АЦВ бұрышы. Енді косинус АЦВ-ны табатын болсақ, міне АЦВ деген сөз екеуі бір нәрсе, мынау. Косинус АЦВ тең болады. Сонда мына 8-ді бөлеміз 2 түбір астында 30-ға. Енді 3 пен 10-ды 1 түбірдің астына келтіре салдық. Енді мен мынаны қысқартып жіберуге болады 4. Енді ыңғайлы болу үшін 4 түбір асты 30 бөлінген 30 деп жазайын. Бөлімдегі геостандартан құтылып жүріп. Енді оны ары қарай қысқартып және жазуға болады. 2-ге қысқартып жіберсек түбір асты 30 бөлінген 15 болады. Сонда жауабы біздің косинус АЦВ-мыз тең болып тұр түбір асты 30 бөлінген 15-ке. Міне жауабы. Мынау біріншінің жауабы. Қызыммен қоршақ қойыншы міне. Келесі есепті көрейік. Келесі есепте не дейді? Векторның перпендикуляр кез келген вектор тапты. Значит, бұнда нормальды тап деп тұр, иә? Перпендикуляр болатын кез келген векторды тап дейді. Енді бұл перпендикуляр векторды табу үшін бізде мынау P векторы, мынау Q векторы деген сөз. Яғни мынаға перпендикуляр болатын қандай да нормаль векторды тап деп тұр, иә? Енді нормаль векторды табу үшін екеуіне де перпендикуляр болатын. Біз мынадай не жазамыз? Екі вектордың P көбейтілген Q-дің векторлық көбейтістіміз. Векторлық көбейтістіміз мынарда I, J, K дейміз да. Мұнараға сәйкес векторлардың координаталарын жазып, мысалы, P-нікін жазып шықса, P 1, 2, 3, 0, минус 2. Енді мұна матрицаны есептеудің бірнеше тәсілі бар. Сол тәсілдердің ішіндегі ең қарапайымы және оңайы мына тәсіл. Енді оны түсіндіріп жататын емес. Оқушылар өздері біледі деп ойлаймын. Мына жерде қосу К деймізді. Осылай модуль алып шығарамыз. Мына жерге min орын жазамыз. 1 мен 2, 0 мен минус 2. Мына жерде 0 мен 2, 3 пен минус 2. Мына жерге жазамыз. К-ның астындағылар сызып салсақ, 0 мен 1, 3 пен 0. Енді осыны ары қарай есептейтін болсақ, бізде шығады. Мынауды есептейтін болсақ, минус 2 плюс 0. Азайтылған J-ді жазатын болсақ, мынаның ішіне есептейтін. 0 минус 6. Осылан К есептейтін 0 минус 3. Тең енді мұқият есептейтін минус 2 I плюс 6 J минус 3 К болды. Енді осы мұна 3, 6, минус 2, 6, минус 3-тер ол жаңағы берілген мұна нормальдің координаталары болып табылады. 6, минус 3. Демек, жауабы жаңағы P мен Q-ға перпендикуляр кез келген вектор ол мұнау минус 2, 6, минус 3. Міне. Келесі есепті көрейік. Сфераның теңдеуі берілген. Сфераның центрі мен радиус тапты. Енді бұл сфераның теңдеуін ең бірінші толық квадраттарын ажыратуға тырысамыз. X квадрат плюс 2x деген тұр. Демек бұған 1-ді қосамыз. Плюс y квадрат, мына жерде y жоқ екен, ол онша өзі қалсын. Плюс z квадрат минус 10z деген тұр. 10 дегеніміз ол 5 пен 2-ның көбейтіндісі. Сондықтан мұнаны 25 дейміз. Сол кезде бізде қарап отырсаңыздар нарда 1, нарда 25. 1-ге 25 қоссақ 26.
Бізде санымыз 22 болып тұр. Демек 26 қылу үшін біз 4 қостық, сол себепті 4-ті алып тастаймыз. Енді мынау дегенім сол кезде x плюс 1-дің квадраты қосылған y квадрат қосылған z минус 5-дің квадраты тең. Мына 4-ті мына жаққа апарсақ, ол 4 дегеніміз 2-ның квадраты. Сол кезде мынау деп отырғанымыз r тең 2 болады. Міне радиусымыз 2-ге тең. Себебі бізде x минус x0-дің квадраты плюс y минус y0 квадрат плюс z минус z0 квадрат тең r квадрат деген болады. Не сфераның теңдеуі. Сол кезде біз центрін жазамыз. Центрі, бұл шеңбердің центрі минус 1, 0, 5 деген. Мынау центрі. Вот так. Сонымен мынаны алдық деп ойлаймыз. Келесі b деген пунктін шығарар болсақ, нүктелер сфера бетінде жататында ем санының мәнін тап дейді. Енді мынау сфераның бетінде жатыр дейді. Сфераның бетінде жататұғын болса, онда мына жаңағы берілген сфераның бетін айтып тұр ғой. Олай болса, дары қарай. Мына жерде А нүктесі сфераның бетінде жататында емнің мәнін тап дейді. Енді нүкте сфераның бетінде жату үшін просто мына А нүктесінің мәндерін белгіленген сфераның теңдеуіне қойып шығамыз. Сөйтеміз де белгісіз М-ді табамыз. Демек, біздің анықталған сферамыздың теңдеуінің жалпы негізгі түрі мынадай болды ғой, соған қоя салайық. Демек, М-нің X-тің орнына М қоямыз. М плюс 1-дің квадраты. Плюс Y-тің орнына 2-ні қоямыз. 2-нің квадраты 4. Плюс Z-тің орнына 5 қойса, 5-іміз 0 болады. Тең мына жақта 4. Енді 4 мына жақта m плюс 1-дің квадраты тең 0 болады. Бұдан m тең минус 1 деген теңдеу не шығады, мән шығады. Дәл солай b-ны да қойып тексере саламыз. Яғни нүкте жаңағы жазықтықтың немесе түзудің бойында немесе шеңбердің бойында жатыр дейтін болса, сол нүктені сол түзудің, сол функцияның немесе сол жазықтық теңдеуіне апарып қойып тексеріп шығара саламыз. Енді бұны есептеуге болады. Бұл жерде z-тің орнына қоямыз сонда. Так. 1-дің квадраты болады. Өйткені бұнарға апарып қойып жатыр. 0-ді қойдым. Бірінші міне. Қосылған y-тің орнына нені қойым? Түбірас 2. Түбірас 2-дің квадраты 2 болады. Қосылған z-тің орнына апарып m плюс 7-ні қоям. m плюс 7-ні қоятын болсам, m плюс 2 болады. Сыртында квадраты тең мына жақта 4. Мұнамен мұнан біріктіретін болсақ 3. 3-ті ана жаққа апарсақ, m плюс 2-нің квадраты тең 1 деген өрнек шығады. Бұдан m плюс 2 тең плюс минус 1. Демек, бізде екі жағдай шығып тұр екен. m плюс 2 тең 1, m плюс 2 тең минус 1 деген. Бұл жерден не шығады? Бұдан m тең минус 1, m тең минус 3 деген осындай екі жауап шығады екен. Жауабы. Яғни біздің нүктеміз m ар жақтан да бер жақтан сфераның екі жағындағы мүмкін мәні деген сөз ғой. Осылай міне. Келесі есепті көрейік. Келесі есеп А тең 0, мынадай нүктелер берілген, түзудің канондық теңдеуін жазыңыз. Енді түзудің канондық теңдеу дегеніміз, ең бірінші түзудің канондық теңдеуін білуімізге, бұл деген сөз бізде x минус x1, x2 минус x1 дейміз. Дәл сол y минус y1, y2 минус y1, z минус z1, z2 минус z1. Енді x, y, z деген айнымалылар қалу керек, ал енді x1 деп отырғанымыз мынау, y1 деп отырғанымыз мынау, z1 деп отырғанымыз мынау. x2, y2 мынау, z2 мынау. Енді орнына апарып қояр болсақ, x азайтылған плюс 2 болып кетеді, бөлінген
x2 минус x1. 0-ден минус 2-ні алсақ, жай 2 болады. Y-терді етеміз енді. Y азайтылған Y1 плюс 3 болады. Енді 2-ден минус 3-ті алсақ, бұнары 5 болады екен. Соңғы Z болады. Себебі 0-ді алатын болсақ Z. Енді бөлімде 1-ден 0-ді алсақ 1. Демек, осындай өрнекшіде. Енді бізге бұл A деген пункті бітті. Енді B деген пунктінде енді осының A-бы түзуінің, бұл енді A-бының түзуі ғой. A-бы түзуі. Енді канондық теңдеуін шығардық. Канондық теңдеуін жаздық. Түзудің канондық теңдеуі. Енді канондық теңдеуін параметрлік түрге енді параметрлік тер деген сөз әр қайсысын жеке-жеке бір санға теңестіре салсақ болды. Т деген санға теңестіре салсақ міне. Демек y плюс 3 бөлінген 5 тең Т, Z тең Т дей салуға болады. Енді бұны ары қарайда әспеттеуге болады. Мысалға x тең, мысалы мынау 2Т болады. 2Т минус 2 болады. Мынар y тең 5Т минус 3 болады. Мынау Z тең Т. Демек канондық түрі мына болады.